Жаз басталғандықтан Бека әжесінің ауылына демалысқа келді, және осы ауылда тұратын Беканың Нурик деген досы да бар. Күндердің бірінде Бека ұйықтап жатып, терезені біреу қақты. Сөйтсе бұл Нурик екен. Және Беканың далаға шығуын сұрайды. Ерте емес пе, ұйықтап алайын да? Ауылда адам ерте тұрады, кеттік жүр, мен саған бір қызық көрсетемін. Сөйтіп Нурик ауылға келген Беканы белгісіз жаққа ертіп бара жатыр. Екеуі сөйтіп ауылдың шетінде тұрған қап-қара үйдің қасына келді. Ескі үй және сыртқы қақпалары да өте ескі болды. Кел, мына үлкен ағаштың үстіне мінуіміз керек. Сол кезде мен саған сұмдық нәрсені көрсетемін. Бөтен үйлерді аңдиын жүрсің ба? Бекер келген екен мына жерге. Сен бірінші міншеш үстіне, сосын барып көресің не екен. Сөйтіп екеуі ағаш үстіне мініп алады. Енді не ол, мен біртүрлі ештеңе көріп тұрғаным жоқ. Қарапайым ауыл ғой мынау. Қарашы анау кемпірді. Көріп тұрсың ба? Нурик Бекаға арықтау келген әйелді көрсетті. Ол артқа қарап, бір орында тұрды. Оның қайда қарап тұрғаны түсініксіз. Ол бір нәрсені бақылап тұрғандай көрінді. Енді бір орында тұр екен. Бұның не қызығы бар? Қалай қызығы бар деп айтасың? Ол бір орында қозғалмастан тұрғанына уже 2 күн болды. Егер сенбесең, түнде тағы келіп тексерейік. Ол бір орында тұра береді. Жақсы онда, давай. Сөйтіп екеуі үйлеріне кетіп, түнде қайтып оралатын болды.